Жастық тысын ең қарапайым әдіспен тігуді үйренейік. 50-70 көлемдегі жастыққа неше метр мата кететінін есептейік. Ең бірінші осы жастық ұзындығын 2 еселейміз. Тыстың шетінен жастық көрініп тұрмас үшін 30 см қайыруға қосымша береміз. Ұзындығы және еніне 5 см тігіске береміз. Енді есептейік. Ені 55 см, ұзындығы 175 см болатын матаны қиып аламыз. Егер сізде жастығыңыздың көлемі 70-70 болатын болса, тура осы әдіспен есептеп аласыз. Енді тігейік. Матаның екі қысқа енін бірінші 1 см, содан кейін тағы 1 см қайырып, шетіне 2 мм жеткізбей тігіп аламыз. Матаның бір қысқа енін 30 см үшке бүктеп, екінші енін осылай жатқызамыз, түйреп аламыз. Екі ұзындығын оң жағынан шетіне 5 мм жеткізбей тігіп аламыз. Матаны теріс қаратып, екі ұзындығын шетіне 1 см жеткізбей қайта тігеміз. Осымен біздің жастық тысымыз дайын. Матаны бір үтіктеп, жастығымызды қаптаймыз. Осындай пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін парақшаға міндетті түрде жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.